Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Индер ауданының шағын жинақты мектептеріне 2025-2026 оқу жылында интернетке қолжетімділігі шектеулі ауылдық және шағын жинақты мектептерді заманауи цифрлы оқу ресурстарымен қамтамасыз ету мақсатында Алматы кітап баспасының бастамасымен TAP2 Mobilbox автономды оқу станциялары табысталған болатын. Енді болса TAP2 Mobilbox автономды оқу станцияларының құрылымы қандай? Бұл оқу станциялары бұл тек цифрлық ресурс қана емес, мұғалім мен оқушының тиімді өзара әрекеттесуіне арналған кешенді жүйе болып табылады. Оқу станциясына нелер кіреді? Оқу станциясына біріншіден қазақ және орыс тілдеріндегі 395 электронды оқулық пен көркем әдеби кітаптар кіреді. Мультимедиа, бейнематериалдар, аудиокітап, мультфильмдер және интерактивті тапсырмалар мен тестілер енгізілген. Сондай-ақ бұл оқу станциясына мұғалімдер үшін қамқор интеллектуалдық көмекшісі енгізілген. Бұл мұғалімдердің сабақ жоспарларын әзірлеуге, оқу материалдарын таңдауға және оқу үдерісін тиімді ұйымдастыруға көмектесетін жүйе. Қазіргі таңда шағын жинақты мектептердің кітапханашылары мен мектеп педагогтері TAP2-ді жүйелі түрде өздерінің ашық сабақтарын өткізуге, тәрбиелік жұмыстарын жүргізуге пайдаланып, оған 318 оқушыны қамтып отыр. Бұл TAP2-ді жүйелі пайдалану оқушылардың тақырыпты жылдам меңгеруіне және қызығушылықтарының арттыруына үлкен себебін тигізуде. Өздерінің өткізетін сабақтарына қолжетімді жағдайда пайдаланып, ішінен өздеріне керекті материалдарын жүзеге асырып отыр. Бұны пайдалану үшін интернет желісіне қосылады, одан ары қарай өзіңізге керекті материалды жүктеп, балаларға, оқырмандарға таныстырып, қолжетімді жағдайда пайдалануға болады. Біз үшін өте таптырмайтын керемет планшет деп ойлаймын. Мен Мұрат Мөңкеұлы атындағы орта мектебінің 3-ші сынып оқушы Қайрат қызы Миланамын. Бұл планшеттегі интерактивті қызықты тапсырмалар ойын секілді маған өте қатты ұнайды. TOP2 заманауи білім берудің алтын көпірі. Біз сапалы білімді таңдаймыз.